Үй жағдайында маса және басқа да жәндіктерден құтылу жолдары. Маса мен басқа да жәндіктерден құтылу үйдегі жайлылық пен денсаулық үшін өте маңызды. Бұл мәселені шешу үшін химиялық және табиғи әдістерді үйлестіре отырып әрекет етуге болады. Төменде үй жағдайында жәндіктерден құтылу жолдарына қатысты кеңестер берілген. 1. Терезе және есіктерді қорғау. Масадан қорғайтын торлар, терезелер мен есіктерге арнайы маса торларын орнату тиімді әдіс. Бұл торлар жәндіктердің үйге кіруін болдырмайды. Тығыз жабылатын есіктер, есіктерді ашық қалдырмаңыз және бос саңылауларды тығыздағыш таспамен жабыңыз. 2. Үй тазалығы. Тазалықты сақтау, жәндіктер, әсіресе шыбындар мен масалар тамақ қалдықтарына тартылады. Сондықтан ас үй мен тамақтану орнын әрдайым таза ұстаңыз. Қоқыс жәшігі, қоқысты уақытында шығарыңыз және жәшікті тығыз жабылатын қақпақпен жабыңыз. 3. Табиғи репелленттер, жәндіктерді үркітетін құралдар. Лимон мен қалампыр. Бірнеше лимон бөлігін кесіп, оған қалампыр. Бұл қоспа масалардың келуін азайтады. Лаванда мен жалбыз, бұл өсімдіктердің иісі масаларға ұнамайды. Үйіңізге лаванда немесе жалбыз өсіріп қойыңыз. Сарымсақ иісі масаларға жағымсыз. Сарымсақты майдалап турап, оны терезе жанына қоюға болады. 4. Химиялық әдістер. Фумигаторлар, электрлік фумигаторлар масаларды жоюға тиімді. Бірақ оларды қолданғанда қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Жәндікке қарсы аэрозольдер, бұл құралдарды жәндіктер көп шоғырланған аймақтарға қолдануға болады. 5. Жарықтандыруды бақылау. Көк жарық, масалар ультракүлгін жарыққа тартылады. Сондықтан қараңғыда артық жарықты өшіріп қойған дұрыс. Электрлік жәндік аулағыш, арнайы ультракүлгін шамы бар, жәндіктер аулағыш құрылғыларды пайдаланыңыз. 6. Жәндіктердің көбеюін болдырмау. Су көздерін құрғату, масалар көбіне тоқтап қалған суда жұмыртқа салады. Су жинақталатын жерлерді құрғатыңыз, немесе бетіне майдың жұқа қабатын жағыңыз. Жабық ыдыстар, су құйылған ыдыстарды тығыз жабыңыз. 7. Үй жағдайында жәндіктерге қарсы тұзақтар жасау. Шыбындарға арналған тұзақ, шыны ыдысқа қант пен су араластырып, үстіне полиэтилен пленкасын керіңіз. Шағын тесіктер қалдырыңыз. Шыбындар тұзаққа кірген соң шыға алмайды. Масаға арналған тұзақ, пластикалық бөтелкенің жоғарғы бөлігін кесіп алып, ішіне ашытқы, қант және жылы су қосып қойыңыз. Бұл кеңестерді қолданып, үйіңізді маса және басқа да жәндіктерден қорғауға болады. Табиғи және химиялық әдістерді үйлестіре отырып, ең тиімді шешімді табуға тырысыңыз.